Сәлем достар, қазақша мукбанг және бүгін қазақтың ұлттық тағамдарын жейтін болам. Менің алдымда шайға арналған тәттілер. Бауырсақ, құрт, талқан және де қоспа. Біздің аймақтың өзінде бұны әртүрлі атайды екен, кейбіреулер жент деп айтады екен. Жент. Біз қоспа деп айтамыз. Яғни мен бұны іздеген кезде әр кісінің әртүрлі айтқанын естідім. Дегенмен бұл менің апамның қоспасы, апамда бар болып шықты. Құрттың барлығының қазір тарихын айтып отырам, бауырсақты өзім жасадым. Ең бірінші талқанды жеп тастаймын, өйткені талқан қатып, кеуіп қалатыны бар, сондықтан бірінші соны бітіріп тастаймын. Талқан сүтке езілген. Өйткені майға езілген талқанды мен жей алмаймын. Төбеден қар түсіп жатыр үйден. Көзімнің қырымен көріп қалдым ғой. Менде мында сүт пен шай. Негізі қара шай ішем, сүтсіз ішем. Бірақ та бүгінгі видеоға арнап сүтпен ішіп отырмын. Және қант салған жоқпын, өйткені мына жерде құрттан басқасының барлығы тәтті. Мен кішкентай күнімде талқанның қалай жасалатындығын көргенмін. Одан бертін қалада туылған балалар білмейтін болар. Үлкен диірменмен күнде менің атам мен апам жұмыс жасайтын. Ол кезде мен туылғанда олар өте жас болды. Сонда олар жұмысқа кетіп қалған кезде менің ағама тапсырып кететін талқан жасауды. Содан екеуміз, мен оның жанында отырам, әңгіме айтып, 3-4 жастағы шығармын, білмеймін. Бірақ есімде өте жақсы. Диірменнің ішіне бидайды салып, бір ағаш қойып айландырады, қолымен өте шаршап, өте көп болатын ол кезде. Сосын талқан жейтінбіз, өте тойымды тағам ғой. Қардың бәрі еріп жатыр бізде. Бітірдім талқанды. Талқан өте пайдалы дейді ағзаға. Мен барлық аймақтарда талқан деп айтады деп ойлаймын. Олай болмаса жазып кетіңіздер астына, маған өте қызық. Бауырсақтарды өзім дайындадым. Өте дәмді.
өзім дайындағанда да қазіргі таңда ютубтан қараймыз ғой барлық рецепттерді. Менде ютуб әлемінде қазақ тілді рецепттерді дамытып жүрген Замира деген қыздың каналынан таптым. Ши бауырсақ деп жазылып тұр. Мен осы рецептке сілтемені астына қалдырып кетем, кіріп көріңіздер өздеріңіз. Өте оңай, өте түсінікті, үйде бар дүниелермен жасалынады. Маған мысалы ұнамайды. Кейбір рецептерді көрсетеді ғой. Кішкентай ғана тұз үшін бір ыдыс арнап, сол ыдысқа салып қояды. Соданы кішкентай ыдысқа салып, сосын бізге түсіндіреді ғой, осындай керек, осының бәрін қосамыз деп. Дегенмен де қарапайым көрсетілген кезде өте оңай қабылдайсың, және де тез жасағың келіп тұра ма. Бұл рецепт сондай, өмірімде бірінші рет дайындадым өзім, өздігімнен осындай кішкентай бауырсақтарды. Бірақ біздің отбасыда ши бауырсақ деп айтпаймыз, кішкентай бауырсақ деп айтамыз. Жалпы кішкентай бауырсақтар шайға арналған ғой енді қазақтарда. Сондықтан қантпен. Мен видеоларымды көрген кезде менімен бірге шай ішесіздер ме? Өте қызық маған. Шай демекші, біздің аймақ жайында ғана айтайын, өйткені қазақ тілінде сөйлеп отырғандықтан, қазақтар ғана көріп отырған шығар мені. Науқандар болған кезде науқандар немесе көп кісілер үйге келгенде қонаққа бізде үлкен шайнекке осындай шай дайындалынады. Дайын ақ шай. Ішінде қарасы да бар, сүті бар, бәрі бірге. Және бір шайнектен құйып береді бәріне. Яғни бір науқанға, бір жерге барғанда, мен мысалы қара шай ішем ғой. Мен отырмаймын сұрап. Арнайы маған барып қара шай құйып беріңіздерші деп сұрамаймын. Ақ шай іше саламын, және маған кейде осындай сүтпен шай ішкен ұнайды. Ал кейбір ұялатын адамдар бар, олар да сұрамайды мен сияқты ақ шай іше салады, немесе мүлде ішпей қояды. Және де сондай адамдар бар, арнайы сұратып отырады қара шайды. Қант қосып ішкен кезде өте дәмді болып шығады. Осылай қойып қояйын. Өте дәмді. Енді бауырсақтан құртқа барайық. Өйткені қоспа тәтті, бірақ қоспа еріп кетуі мүмкін ғой деймін. Еріп шашылып қалмайтын шығар, сондықтан бірінші құрт жеп тастайын. Бәрін жемейтін шығармын, көремін қазір. Қышқыл. Мен бұл үстелге қызыл ірімшікті де қоймақшы болғам, бірақ та менің таныстарымда қызыл ірімшік жоқ екен үйлерінде, ал сататын адамдар бар екен осы аймақта, бірақ та олар
маған ластау болып көрінді. Мен жеркенем кейбір адамдардан, сондықтан ал жеркеніп жеп қойсам ауырам, 2 күнде ауырам. Сондықтан қызыл ірімшіксіз ақ түсіре салайын деп ойладым. Өте тұзды екен. Бұл құртты мен баяғыдан жеймін, жақсы көрем. Бұл багратионның құрттары. Багратион деген ферма бар, ферма ма білмеймін, біздің ауданда. Солар жасап магазиндерге өткізеді. Өте дәмді. Дегенмен құртты сіз қалай жейсіз жазып кетіңіз маған астына. Өте қызық, өйткені мен мысалы құртты осылай жемеймін негізі. Өзіме салып қойып өзі еріп кеткенше жүре берем. Осылай жеп тұрғаным алғаш рет. Қазір өкінішке орай біздің құрттар жоқ еткені. Менің апамдар қалада тұрады қазір. Қалаға көшіп келгелі 2 жыл ма, 2,5 жыл болды. Бірақ жазда бұрын апаларға барған кезде өте көп құрт жасап кеп тұрып қоятын, біз соны қыс бойы жейтінбіз соны. Апа тұзын өте көп қылып салғанды жақсы көреді. Мен де олай жақсы көрем. Түрлі формада жасайтынбыз, мысалы міне. Мына құрттың формасы көріп тұрсыздар ғой, мынау саусақтардың іздері. Фуктеп сият. Фуктеп. Қалай? Былай. Бір апа болған біздің ауылда. Осылай жинап отырады да. Басады да, қоя салады, сонда осындай құрт шығады. Бірақ ол әдемі көрінеді. Ауылда әр үйдің құрттарын танып қоятынбыз. Мысалы, менде аттарын айтпай қойын. Бір ұл болды, оның анасы кішкентай құрттар жасайтын. Яғни ол кешке қарай біз далаға ойнауға шыққан кезде болады. Бір уыспен бәрімізге алып келетін, бәрімізге жететін сол. Жанында құрбым тұрды, оның апасы көбінесе қайнатылған құрт жасайтын, өте дәмді болатын олардікі. Әлімге дейін ұмытқан жоқпын дәмін. Және мынандай құрттар, ол Қырғызстанның құрттары, курут. Қашан? Былтыр ғой деймін. Менің бір құрбым Қырғызстанға барып келді оқуына. Содан сол жақтан көп құрттар алып кепті, көп пачкада, әр түрлі. Олардың барлығы дәмді болды. Біреуінде ақ қана кішкентай құрттар болды, біреуінде түрлі түсті құрттар болды. Оны бала өте үлкен бір ынтамен, қызығушылықпен жеді. Осындайларды біздің қаладан көрген жоқпын, бірақ түрін көрдім. Қырғызстаннан әкелетін курут, оның сырты біреуінікі көк, біреуінікі қоңыр. Мынанікі қоңыр, мысалы, мынау қайнатылған. Бізде мынандай құрт бар. Бізде емес енді, оңтүстіктен келген ғой бізге. Килограммен сатылады. Копченый құрт, қызыл бұрыш қосылған құрт, қара бұрыш қосылған құрт, ақ құрт, қара құрт, қайнатылған құрт. Әр түрлі. Соған мен олар енді шығып жатқан кезде қызығып мынандай үлкен пачкада сатып алдым. 2,5 мың теңге тұрды ма, сонда барлық түрі болды, бір-бірімен араласып кеткен.
копченыйдың да түр-түрі болды ішінде. Ұғып отырған шығарсыздар мен айтып отырған құртты жақсы көретін адамдар біледі. Сол бірақ бір пачкада алған дұрыс емес болды, өйткені бәрінің дәмдері, иістері бір-біріне сіңіп дұрыс емес болды. Бір жер тауып алдым, бөлек сатылатын. Сол жерден алуға болады. Неге шай столына қояды құртты, мен түсінбеймін. Ол тәтті емес қой. Бауырсақтың да түр-түрі болады ғой. Мындай менікі кішкене домалақ, дөңгелек. Енді осындай томпақ қой. Кейбіреуінде өте жіңішке, мынандай қытырлақ болып шығады. Кейбіреуінде өте жұмсақ болып шығады. Менікі іші жұмсақ, сырты қытырлақ. Менікі емес, ол Замираның рецептісі. Қалдырып кетем астына, міндетті түрде қараңыздар. Мына құртты өте жақсы көремін, бірақ жай жүрген кезде жеп жүргенін ұнатам. Осылай емес. Жаңағына ойыма түсіп отыр, мынандайда наурызда түсіру керек еді. 22 наурызға қарсы. Жарайды. Ол күні наурыз көже пісіріп түсіреміз. Қоспам кішкене еріп кетіпті, мен айтқанымдай. Қасығыммен жеп көрейін. Өте тез ерік, майда ерітілген маймен араластырып қатып тұрған нәрсе ғой. Қоспаның ішінде тары бар, үгітілген печенье бар, қант бар, және не бар? Білмей. Үгітілген тары да бар ғой деймін. Жасап көрмеген. Және мұның бәрі маймен араластырылады да қатырылады. Тоңазытқышқа салынып. Тоңазытқыш деген холодильник. Морозильник дегенде мұздатқыш. Иә. Мұздатқышқа салынып қатырылады. Қонақтарға төрт бұрыш қып әдемі қып кесіліп беріледі. Жаңа осылай тұрды ғой бетінде. Солай. Осылай сіздермен бірге шай іштім, балалық шағыма саяхат жасадым десем де болады, өйткені алдымдағы нәрселерді, дүниелерді мен ауылда көрдім, ең алғаш дәмін ауылда таттым, қалай жасалынатынын да сонда көргенмін. Ауылда өзімнің балалық шағымда, сондықтан сондай бір жылы атмосферада отырып, сіздермен бірге шай іштім. Көп видеомда жазып жатасыздар, жанында отырып әңгіме айтып отырған сияқтысың деп. Менің мақсатым да сол. Бірге шай ішейік, бірге тамақтанайық. Түскі ас кезінде көп жұмыскерлер менің видеоларымды көріп отырып тамақтанады екен. Жалғыз қалып қалса, мысалы үшін, мен де
дәл солай жасаймын, бірақ өзімді қоспаймын, әрине басқа кісілерді қосып бірге тамақ ішкенді жақсы көремін. Сондықтан сіздерге пайдам тиіп жатса, мен тек қана қуаныштымын. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Жай ғана көріп жазылмай кеткен адамдар бар. Подписаться дегенді басып, барлық жаңа видеоларымды көріп, хабардар болып отырыңыздар. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.